Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен жент жасаймыз. Менімен бірге видеодан алыстамай, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Олай болса бастаймыз. Бізге ең алдымен талқан және осындай печенье қажет болады. Менде бұл жерде юбилейный печеньесі. Печенье қоспай да жасап жатады, алайда мен аздаған печенье қосамын. Өте дәмді болып шығады. Ең бірінші осылай видеодан көріп тұрғандарыңыздай печеньені блендерге аз-аздан салып, блендерлеп үгітіп аламын. Егер сіздерде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен ұсақ етіп үгітіп алсаңыздар болады. Және печеньені жаңағы талқанның үстіне қосамыз. Және ыңғайлы болу үшін мен үлкенірек ыдысыма аударып алдым. Ендігі кезекте сары майымызды ерітіп қосамыз. Және барлығын араластырамыз. Осылай басында қасықпен араластырып аламыз. Бұл жерде біздің талқанымыз бен печеньеміздің басы бірігіп тұрған жоқ. Сол себепті де сгущенка қосамыз. Кейбір кісілер қант салып та жасап жатады. Мен осы жолы сгущенка салып жасап көрдім. Енді барлығын жақсылатып қолмен араластырамыз. Мінекей осылай қолмен ұстағанда осындай комок шығатын болса, дайын болды деген сөз. Енді менде осындай силиконды формочка бар. Соны ішіне шамамен толтыра біраз қасықтан салған кезде толып шықты. Осылай іштеріне толтыра салып, үстін қатты нығызда басып шықтым. Сіздер кез келген форманың көмегімен кәдімгі шыны тарелке ыдыстарға да салып, формасын жасасаңыздар болады. Енді дәл осыны мұздатқышқа 15 минут уақытқа қойсаңыздар, формасын өте жақсы ұстайтын болады. Келесі кезекте қалған жентті мен осылай дөңгелетіп жасап көрдім. Құрт секілді кішірек формада. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірден жабысып, формасын жақсы ұстайды. Және жасап болғаннан соң да ешқандай сынбайды, өте жақсы және қатты майлы емес. Сіздерге барлық ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей менің женттерім 15 минут уақыт ішінде мұздатқыштан қатып шықты. Егер де асығыс болмасаңыз, тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырсаңыздар да болады. Формасын өте жақсы ұстап тұрады. Дәл осы қалыппен барлық жентімізді жасап шығамыз. Және де осындай ыдыс болды менде. Сол ыдыстың ішіне де біршама жентті салып, үстін тығыздап басуды ұмытпаңыздар. Мінекей үстін тығыздап басқан кезде формасын өте жақсы ұстайтын болады. Осымен біздің жентіміз дайын достар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.